20-шы есеп. 3-6 сыныпта 28 үздік оқитын оқушы бар. 6-шы А сыныбында 6-шы Б сыныбына қарағанда 4 оқушыға кем оқиды, ал 6-шы В сыныбына қарағанда 2 есе кем оқушы оқиды. 6-шы В сыныбында неше үздік оқитын оқушы бар? Енді біз былай жазып алайық. Бізде 6-шы А сыныбы бар, 6-шы Б сыныбы бар, және 6-шы В сыныбы бар. Және бізге осы сыныптардың әрқайсысының үздік оқушыларын қосқан кезде барлығы 28 болады дейді. Енді қайтадан оқиық. 3-6 сыныпта 28 үздік оқитын оқушы бар. Міне, 3 сыныпта 28 үздік оқушы бар. 6-шы А сыныбына қарағанда, 6-шы А сыныбында 6-шы Б сыныбына қарағанда 4 оқушыға кем оқиды дейді. Ал 6-шы В сыныбына қарағанда 2 есе кем оқушы оқиды дейді. Біз 6-шы А сыныбындағы үздік оқушылардың санын X деп белгілейік, яғни белгісіз. Неге дәл 6-шы А сыныбы? Себебі 6-шы А сыныбы 6-шы Б сыныбымен де, 6-шы В сыныбымен де байланысты. Енді қарайық, 6-шы А сыныбында 6-шы Б сыныбына қарағанда 4 оқушы кем оқиды дейді. Демек, 6-шы Б сыныбында 4 оқушы артық қой. Ендеше 6-шы Б сыныбын X қосу 4 деп жазамыз. Әр қарай оқиық. 6-шы В сыныбына қарағанда 2 есе кем оқушы оқиды дейді. Демек, біздің X-ымыз 2 есе кем болса, ендеше 6-шы В сыныбы 2 есе артық болады. Демек, 2 есе артық дегеніміз осы X-ті 2-ге көбейтеміз. Және осы оқушылардың барлығы 28-ге тең. Ендеше біз қарапайым теңдеу құраламыз. X қосылған X қосу 4 қосылған 2X тең 28-ге. X-тарды қосайық. X қосу X 2X, 2X қосу 2X 4X. Мұнау 4-ті 28-дің қасына минуспен апарайық. Ол тең 24-ге болады. Бұл жерден X тең 6 екенін білеміз. Бірақ бұл бізге керекті сан емес. Себебі X деп біз 6-шы А сыныбын белгілеген болатынбыз. Демек, 6-шы А сыныбында 6 үздік оқушы бар. Ал 6-шы Б сыныбында X қосу 4, яғни 6 қосылған 4, 10 оқушы бар. Ал 6-шы В сыныбында 2 есе көп, яғни 2 көбейтілген X, 2 көбейтілген 6, тең 12. Бізге 6-шы В сыныбындағы үздік оқушылардың саны керек. Қарайық, 6-шы В сыныбы 12. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.